Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл пиццериядағыдай өте дәмді болып шығатын оригинал пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Сонымен қатар барлық пиццаларға қолданылатын соустың рецептімен де бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды салып, ортасын қасықпен осылай шұңқырлап аламыз да жылы суымызды құямыз. Және де осындай зәйтүн майын, 1 шай қасық тұз, 1,5 ас қасық қантымызды және де 8 грамм ашытқымызды салып, қасықпен араластырамыз. Енді қолмен жақсылап қамыр илейміз. Барлық қажетті заттарды мөлшерлермен бірге видеоның астына описание бөліміне жазып кететін боламын. Ұнды көп салып жүрмейміз. Осылай қолымызбен басқанда кішкене қолымызға жабысарлықтай қамыр болады. Жақсылап иін қандыра отырып, жақсылап басып, осылай үстінен кішкене зәйтүн майын құйып, тағы да басып жібереміз. Зәйтүн майы болмаса, күнбағыс, яғни сұйық майды қолдануға болады. Пиццаның дәмді шығуы осы зәйтүн майына байланысты, сондықтан қамырын илегенде міндетті түрде зәйтүн майын құюға тырысыңыздар. Осылай илеп, бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қалдыратын боламыз, кішкене көтерілгенше. Ендігі кезекте соусын дайындаймыз. Ол үшін 2 үлкенірек қызанағымызды ыдысқа салып, үстінен қайнап тұрған ыстық суды құямыз да бетін жауып 5-10 минутқа қалдырамыз. Кейін осылай ыстық суда тұрған қызанақтардың қабықтары тез-тез алынатын болады. Барлық қабықтардың барлығын аршып тастаймыз. Бізге қабықтарының қажеті жоқ. Енді осыны шұңғылырақ ыдысқа кесіп салып аламыз. Қызанақтарымызды блендердің көмегімен езіп аламыз. Массамыз дайын. Ендігі кезекте отқа табамызды қойып, 2 ас қасық зәйтүн майын құямыз. Ұсақтап туралған сарымсағымызды салып, 30 секунд аралығында қуырып аламыз. Немесе терканың майда көзінен өткізіп алуға да болады. Енді осының үстінен езіп дайындап қойған қызанақтарымызды құйып, араластырып, үстінен осылай тұзымызды қосамыз. Жарты шай қасықтай ғана қосамыз. Және де 1 шай қасық орегано дәмдеу үшін, міне осындай кез келген магазиндерден сатып алуға болады. 1 шай қасық паприкамызды қосамыз да жақсылап араластырып, массамыз қоюланғанша 5 минут аралығында жақсылап беті ашық күйінде осылай қайнатып аламыз баяу отта. Орташа отта да қайнатсаңыздар болады. Енді осы уақыт аралығында біздің қамырымыз біршама көтеріліп дайын болды. Енді осыны теңдей 3 бөлікке бөлеміз. Мен таразының көмегімен теңдей 3 бөлікке бөліп алдым. Таразы болмаса, өздеріңіз көз мөлшермен де бөлсеңіздер болады. Енді қолымызбен осыны жаймалайтын боламыз. Маған ыңғайсыз болғандықтан астындағы форманы алып тастадым. Қолымызға осылай алып, айналдыра отырып, шет-шетінен соза отырып, осылай созып алатын боламыз. Шет-шетінен ұстап, айналдыра отыра, кішкене созып алдық. Енді ары қарай қолымызбен бір тегіс
бір шеті қалың бір шеті жұқа болып кетпеу керек. Бірдей қылып теп-тегіс етіп қолмен жаймалап шығамыз. Енді осының үстінен дайындап қойған соусымызды құйып жақсылап жағамыз. Достар, сіздер қаласаңыздар қамырын оқтаумен де жаюға болады, бірақ оригинал пиццаларды қолмен осылай созылып істеген дұрыс болады. Енді үстінен мен сырымызды дайындап қойдым. Мен моцарелла және сметанковый сырын қолдандым. Сырымызды майда теркадан өткізіп алдым екеуінде, және де осылай үстінен сырымызды жақсылап қойып шығамыз. Барлық қажетті мөлшерін описание бөліміне жазамын. Осы уақытта пештеріңізді максималды градусында жақсылап қыздырып дайындап қоясыздар. Бұл пицца өте тез пісіп шығатын болады. Міне салмасын салып шығасыздар. Мен осындай колбасаларды қойып шықтым. Енді осыны формамызға салып пешімізде пісіріп аламыз. Бұл менде пепперони пиццасы болды. Енді сіздерге екінші түрінде көрсетуге дейін мен өзім 3 түрлі пицца пісірдім. Екіншісін мен осындай маргарита пиццасын жасадым. Дәл солай қолымызбен қамырымызды жаймалап, үстіне сырымызды саламыз да, үстіне салмасына помидор қойып шығамыз. Ал үшінші пицца ол тауық етіме болды. Видеоға түспей қалыпты. Дәл осылай қоясыздар да үстіне піскен тауық етін жайғастырып шығасыздар. Осымен біздің пиццаларымыз пісіп шықты. Өздеріңіз көріп отырғандай өте қамыры жұп-жұмсақ әрі жіңішке болып шығады. Дәмі деген енді керемет. Осы соуспен міндетті түрде жасап көріңіздерші. Осы да жасап көрсеңіздер майонез кетчуппен жасамайтын боласыздар. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға көп рахмет.